Армысыздар, құрметті телекөрермендер, ассалаумағалейкум қазақ елі. Сіздердің назарларыңызға Жастар көкпар лигасы аясында студенттік лиганы ұсынып отырмыз. Бұл елімізде тұңғыш рет қадам басқан көкпардың жаңаша заманауи үлгісі. Ұлт жанашырлары, ұлттық спорт жанашырлары еңбек етіп көптен күткен ұлы той десек те болады. Жастар көкпар лигасына тоқтала кетсек, бұл көкпардың заманауи талаптарына сай жаңғырған түрі. Ережелері нағыз спортқа тән. Тұлпардың да, көкпаршы палуанның да сыналатын аренасы. Бұл көкпарда еліміздің тәлім алып жатқан студенттер қатысады. Қазіргі таңда 5 бірдей оқу орын тіркеліп, студенттік лиганың құрамына енді. Сәл ережесіне тоқталсақ, тек студенттер қатысады. Әр командада көкпар алаңына 3 көкпаршы палуан болады. Бір ойын 3 тайымнан тұрады. Әр тайым 5 минуттан және арасында үзілістері бар. Жекпе-жек кезеңі 2 минут. Алғашқы рет жалауын көтеріп отқан 2 сәуір күні 2017 жылы Жастар көкпар лигасы құтты болсын, ардақты ағайын. Бүгін міне ардақты ағайын, ұлттық өнер, ұлттық дәстүр көкпарды жастар, студенттер қолға алғалы жатыр. Бүгінгі көкпарға өздеріңіз білесіздер, 5 бірдей команда қатысатын болады. 5 бірдей құрама команда, белді палуандар студенттер лигасын жалғастыратын болады. Қазақтың спорт туризм академиясының президенті Қайрат Закарьянов ағамызға сөздің кезегі берілсе. Федерация студенческого спорта Республики Казахстан, которую я возглавляю, она разработала программу развития студенческого спорта в Казахстане. В соответствии с этой программой в каждом высшем учебном заведении университете Казахстана создаются спортивные клубы. И сегодня очень отрадно, что көкпар – это национальный вид спорта, который в бывшем Советском Союзе, в Казахстане он фактически не развивался. Вот сегодня он получает второе дыхание благодаря созданию Национальной студенческой лиги по көкпару. Вот я как член исполкома ФИСУ постараюсь все сделать для того, чтобы көкпар вошел в программу чемпионатов мира. Я думаю, с возрождением көкпара будет возрождаться и национальный дух казахского народа. Поздравляю вас. Спасибо. Қошеметтеп қойсаңыздар. Ал енді ардақты ағайын, көкпарға, додаға кезек беретін боламыз. Ортадағы ұлттық дәрежедегі төреші, көкпарда спорт шебері, Аударыспақтан спорт шебері бүгінгі
көкпарға әділ төрешілігін жасайтын бас төреші Ардақ Мырзабай төрешілеріңізге бір қошеметтеп қойыңыздар. Рахмет, енді рұқсат болатын болса, Ардақ ағайын. Ал сіздермен бірге болатын Жастар көкпар лигасының тұрақты комментаторы мен Елдос Үмбетәлі. Бірінші құрама команда Қазақтың спорт туризм академиясы Жасыл жейдеде өнер көрсетеді. Қазақтың ұлттық университеті Қара жейдеде өнер көрсетеді. Екі бірдей құрама командалармен таныс болыңыздар. Бірінші номерде Ерназар Әбдіқасым 2000 жылы Алматы облысы Жаңақұрылыс ауылында дүниеге келген, бойы 1,72 см, салмағы 58 кг. Астындағы тұлпары Айдахар. Дәулет Сариев 1999 жылы Оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген, бойы 1,75, салмағы 68 кг. Астындағы тұлпары Найманғасқа. Айнабек Әбдіхан 1999 жылы дүниеге келген, бойы 1,69 см, салмағы 69 кг. Астындағы тұлпары Айқасқа. Нұрбол Бүрбек 1992 жылы Жамбыл облысында дүниеге келген, бойы 1,81 см, салмағы 87 кг. Астындағы тұлпары Күрең Шауқар. Абылайхан Қожамбердиев 1997 жылы Оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген, бойы 1,82 см, салмағы 67 кг. Астындағы тұлпары Бесқасқа. Төртінші номерде Ерман Жақсылықов 1998 жылы Оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген, бойы 1,87 см, салмағы 90 кг. Астындағы тұлпары Арасан. Қазір міне ардақты ағайын палуандар дайын, мінекей астындағы атын қамшыға басты, серкеге қарай жақындаған түсін еңкейген сәтін көрдіңіздер. Мінекей ардақты ағайын Қазақ ұлттық университетінің палуаны Нұрбол Бүрбектің еңкейіп серкен тақымға басқан сәтін көрдіңіздер. Қалай болады деген ардақты ағайын, әлде Нұрболдың тақымында емес ақылында, мінекей шалқаланып барып серкені көтерген сәтін көргенсіздер. Қап әттеген алаңның сыртына кеткен жағдай. Спорт және туризм академиясының палуандарының, қорғаушыларының өз міндетін атқарғанын көрдіңіздер. Мінекей ардақты ағайын, ортадағы жекпе-жекке назар аударайық. Екінші номердегі Дәулет Сариевтің бірден жекпе-жекті 1 минутқа жеткізбей серкені тақымға басқан сәтін көрдіңіздер. Астындағы тұлпары Найманғасқа. Ардақты ағайын, мінекей әлде Найманғасқаның сауырында Дәулет Сариевтің тақымындағы жағдай қазандықтың түбіндегі 99% салымға жақындаған сәтті көрдіңіздер. Бірақ та Қазақ ұлттық университетінің палуандары, қорғаушылар өз міндетін атқарып, міне шабуылшы Дәулет Сариевті алаңның сыртына шығарып жіберді ағайын. Міне әлі де болса есеп ашылған жоқ. Міне ардақты ағайын, ортадағы жекпе-жекке назар аударайық. Кешегі батыр бабаларымыздың жекпе-жегі. Мінекей ортадағы екінші номердегі Дәулет Сариев пен Нұрбол Бүрбектің жекпе-жегі, ортадағы шайқасы. Екі бірдей тұлпар астындағы. Қараңыздар ардақты ағайын, жантая барып, шалқая барып тақымға басқан сәтін көрдіңіздер. Дәулет Сариевтің тақымында ардақты ағайын қазандықтың түбіне жақындады. Қазандықтың түбіне жақындаған Дәулет Сариевті Ерман Жақсылықов, Қазақ ұлттық университетінің қорғаушысы, қайтарғанын көрдіңіздер. Әлі де болса Дәулет Сариевтің тақымында қамшысын тіске тістеп, ыңғай келтіріп, астындағы Найманғасқасы ыңғай келтіріп беріп жатқан сәтін көріп жатсыздар. Мінекей ардақты ағайын, бірінші номердегі Ерназар Әбдіқасымға ауысты, астындағы Айдахар атты Сайгүлікпен ағайын. Мінекей өзі жекеленіп алды. Қазір қалай болады екен? Тамашалайық. Мінекей аттың қарқынын тоқтатпай Айдахарланып бара жатқан сәтін көрдіңіздер. Ерназар қазандықтың түбіндегі
Серке мен палуанның қазандықтың сыртына құлаған сәтті көрдіңіздер. Мінекі ардақты ағайын, аттан құласа да салттан құламайтын қазақтың палуан жігіттері. Мінекі Қазақ ұлттық университетінің палуаны Ерман Жақсылықовтың тақымына ауысты. Ардақты ағайын, Ерман Жақсылықовтың тақымында ойын өте тартысты басталып, ардақты ағайын, демалуға уақыт таппай жатырмыз. Міне Ерман Жақсылықовтың тақымындағы Серке, Ерман Жақсылықов қазандықтың түбіне, қабат деген ай, қазандықтың түбіне жақындаған сәтте арман орындалмай жатыр Ерман Жақсылықовтың. Студенттер көкпар лигасы, ардақты ағайын, міне осылай алғашқы ойынымыз басталып жатыр ағайын. Қараңыздар ағайын, қайталау сәті, Арасанның чабысы, Ерманның намысы, қандай керемет көрініс ағайын. Тұлпар мен Сұлтан. Жекпе-жекке назар аударайық. Астындағы тұлпарды қараңыздаршы, жауырынмен жатып, үстіндегі палуанға ыңғай келтіріп беріп жатқан Дәулет Сәриевтің астындағы Найман Қасқа, ардақты ағайын, нағыз жекпе-жектің тұлпары екен. Мінекей, жекпе-жекте Дәулет Сәриев жеңіске жетті. Әлде болса Дәулет Сәриевтің тақымында екі жақтың да құрама командасы бір-біріне мүмкіндік берер емес. Мінекі ардақты ағайын, тұлпар шабыстан, ержігіт намыстан өледі деген осы Дәулет Сәриев. Қалай болады екен ардақты ағайын? Қазандықтың түбіне жақындаған сәтті көрдіңіздер. Қорғаушылар өзінің міндетін өте жақсы атқарып жатыр. Қазақ ұлттық университетінің қорғаушылары екінші номердегі Абылайхан Қожамбердиевтің қорғап жатқан сәтін көріп жатсыздар. Әлі де болса қазандықтың түбіндегі жағдай Дәулет Сәриевтің тақымында. Қалай болады екен ардақты ағайын? Мұқият болайық. Қазандықтың түбіндегі жағдай, топты жарып кіріп жатқан тұлпарлар, қағысып жатқан Дәулет Сәриев, ардақты ағайын, бірінші салымның иегері Дәулет Сәриев. 1999 жылы оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданы Бейсен ауылында дүниеге келген, астындағы тұлпары Найман Қасқа Дәулет Сәриев, ардақты ағайын, алғашқы салымның иегері. Мінекі ардақты ағайын, Қазақ спорт және туризм академиясының палуандары бір салым алды да, есеп 1-0. Мінекі қайтадан Дәулет Сәриевтің еңкие келіп басқан тақымға сәтін көрдіңіздер. Қараңыздар ардақты ағайын, қазандықтың түбіне Серкемен бірге түскен сәтін көрдіңіздер. Қол көтеріп жатыр. Қазақтың батыры, ай жарайсың. Көрдіңіздер ғой, қазандықтың өзі қауіпсіз ардақты ағайын. Ішіндегі нығыздалған шөпке толған қазандыққа жылқы тізесімен барып соғылса да қатты жарақат алған жоқ. Үстіндегі палуанға да, астындағы жануарға да ыңғайлы. Айнабек Әбдіханның Серкені еңге келі білгенде, Серкемен бірге құлаған сәтін көрдіңіздер. Бір құлағанның өзі бір тамаша құлады ардақты ағайын. Қараңыздар, ешқандай жарақатсыз-ақ, бір әдейі құлағандай. Мінекі ағайын, 2-1-дей палуан, екінші нөмірде Дәулет Сәриев, астындағы Найман Қасқаны көрдіңіздер. Арттан кесе теуіп, алдыдан кесе тістейтін тұлпар екен. Мінекі 2-1-дей жекпе-жектегі қайтадан Дәулет Сәриевтің тақымға басқан қап. Алаңның сыртына шығып кетті ағайын. Мінеке Ерман Жақсылықовтың Дәулет Сәриевті қағып соғып, алаңның сыртына шығарып жіберді. Мінеке қайтадан ортадағы 2-1-дей палуан Ерман мен Дәулеттің жекпе-жегі. Ерманның астындағы тұлпар Арасанның Ерманға ыңғай келтіріп беріп, енді бұл жекпе-жекте Ерман жеңіске жетті ағайын. Міне Ерман өзі 1998 жылы оңтүстік Қазақстан облысында дүниеге келген палуан. Ерманның аттан құлаған сәтін көрдіңіздер. Мінеке ағайын, осы сәтті пайдаланып, Айнабек Әбдіханның Серкені бірден бүркітше келіп, шүйіліп, ілік кеткен сәтін көрдіңіздер. Ардақты ағайын, бұл көкпарда білесіздер, астындағы атың мықты болмаса, үстіндегі палуанның жүрегі түкті болмаса, тіпті көкпардың тартудың да қажеті жоқ ардақты ағайын. Міне аттың мықтылығымен, палуанның мықтылығымен тартылып жатқан көкпар ағайын. Көкпарға мінетін аттың ерекшелігі еті мығым,
сүйегі мықты, кеуделі, омыраулы, екпіні қатты, жылдам һәм жүйрік болғаны әбден дұрыс ардақты ағайын. Мінеке ардақты ағайын, қараңыздаршы, Айнабек Әбдіханның 3-ші салымды салып қолын көтеріп жатқан сәтті көрдіңіздер. Осымен бірінші тайым аяқталды, екінші тайымда жолыққан жардақты ағайын. Жастар көкпар лигасының көкпар әлеміне әкелген жаңалықтарына тоқталсақ, бірінші қауіпсіз қазандық, ол дегеніміз іші нығыздалған шөпке толы, сырты арнайы материалмен қапталған ыңғайлы қазандық. Екінші серкенің орнына физиологиялық ерекшеліктері сақталған серкенің макеті, патенттелген көкпар ойынының басты құралы. Үшінші жаңалық, көкпаршылардың денсаулығын қорғайтын және көкпардың спорттық сипатын айқындайтын ережелер жиынтығы. Көкпардың тағы да бір ерекшеліктері арнайы жаттығудан өткен тұяғымен тас жаратын нағыз қазақтың қарабайыр жылқылары шабады. Ал ардақты ағайын, мінеке екінші тайымды жалғастырайық. Бағана өздеріңіз көргендей-ақ есеп 3-0 есебімен аяқталған болатын. Қазақ спорт туризм академиясының еншісіне жазылған болатын. Екінші тайымда қалай болады екен? Көрейік. Қазақ ұлттық университетінің палуандары өз міндеттерін атқара ала ма? Мінеке ортада, мінеке ардақты ағайын. Нұрбол Бөрібектің аттан құлаған сәтін көрдіңіздер. Осы сәтті әдемі пайдаланған 3-ші номердегі Айнабек Әбдіхан. Ардақты ағайын, қараңыздаршы. Шалқайып бара жатып серкені көтерген әдемі палуанның көрінісі. Енді ортадағы жекпе-жекке назар аударайық. Ерман Жақсылық пен Дәулет Сәриевтің ортадағы жекпе-жегінде екеуі бірдей алаңның шеңбердің сыртындағы тартыс, шаба тартыс деп айтады ардақты ағайын мұндайды. Қараңыздар, шалқая тартқан қайсы бір жеңіске жетеді екен? Ерман Жақсылықовтың еншісіне бұйырды ағайын. Қараңыздар, қайталау сәті Ерман Жақсылықов қамшын тіспен тістеп алаңның сыртына шығып кетті ағайын. Ортада қайтадан жекпе-жекке назар аударайық. Көкпар атының сынын білетін атбегілер жылқының жалпы сипатына қарап салым аты және сайыс аты деп екіге бөледі. Салым атының сипаты қаршыға төс, қайқы бел, тұрған орнынан атыла шабатын ұшпа, ұрыншақ, аса шапшаң жүйрік келеді. Сайыс атының сипаты бұқа мойын, омыраулы, сіңірлі, бурасан, астаубас, мінезі долы, топ жарғыш болып келеді ардақты ағайын. Мінекей, салым аты, сайыс аты ортада. Дүбірді қыздырып жатыр, жүйрікте де жүйрік бар, қазан аты бір бөлек, жігітте де жігіт бар, азаматы бір бөлек деген осы ардақты ағайын. Көкте жүрсек те көкпарды ұмытпайық, қадірлағайын. Ортадағы сайысқа назар аударайық. Қараңыздар, екі бірдей құрама команданың ортадағы бір нүкте болып тартысып жатқан сәт ағайын. Қараңыздаршы. Екінші номердегі Абылайхан Қожамбердиев пен 3-ші номердегі Айнабек Әбдіханның шаба тартысы ардақты ағайын. Қараңыздаршы, қайсы білекті, қайсы жүректі, қайсының мерей үстем болады екен? Мінеке ағайын, екеуі де алаңның сыртына шығып кетті, бірақ та серкен алаңның ішіне қарай тастап кетті ардақты ағайын. Мінеке ол сәтті әдемі Дәулет Сәриевтің еңкейген сәті. Қабат деген ай ардақты ағайын. Абылайхан Қожамбердиев ережені бұзды ағайын. Жастар көкпар лигасының ережесіне сай, серкені жерден іліп жатқан палуанды көлденен келіп қағатын болса, қаққан палуан 2 минутқа ойыннан алыстатылады ардақты ағайын. 2 минут ойынға қатыспайды.
Қараңыздар ардақтағы ағайын, Дәулет Сариев өте ауыр соққы алса да астындағы Найман қасқасын қайта жекпе-жекке қосты ардақтағы ағайын. Дәулет Сариев төзімді, намысшыл палуан екен ардақтағы ағайын. Қараңыздаршы, арада 1 минут өтпей Дәулет Сариев ауыр соққыға қарамай қайтадан жекпе-жекке шығып, жеңіске жетіп, қазандыққа қарай жақындап, тағы да салымға ие болды ағайын. Мінеке Дәулет Сариевті азаматымызбен қуанайық ардақтағы ағайын. Студенттер арасындағы белді палуан Дәулет Сариев, жарайсың. Мінеке ардақтағы ағайын, есеп 4-0. Қазақ спорт туризм академиясы әлі де болса алдыда. Қазақ ұлттық университетінің палуандары әлі де бірде-бір салымға ие болған жоқ. Нұрбол Еңкиет ілінбейді. Серкені алғысақ келеді ардақтағы ағайын. Серкені жерден іліп алатын палуан бар ма? Мінеке ардақтағы ағайын, Айнабек Әбдіханның еңкейгенінен серкен ілген сәтін көрдіңіздер. Әлде болса Айқасқаның сауырында, Айнабектің тақымында, Айнабек жан-жағына айнала қарап, асығыс жоқ, астындағы тұлпары қарулы тұлпар екен. Қараңыздар ағайын, жауырыны сауырына біткен, шоқтығы сауырынды мығым тұлпардың үстіндегі Айнабектің де арманы жоқ шығар. Осындай тұлпардың үстіндегі серкеден айырылып қалу Айнабектің мүмкін емес жағдай. Әлде болса Айнабектің тақымында, қараңыздар, артынан қуған Қазақ ұлттық университетінің палуандары Айнабек айналып жүріп қазандықтың түбіне жақындады. Мінеке ардақтағы ағайын, оған келіп көмектескен Дәулет Сариев, Айнабек Әбдіхан ардақтағы ағайын тағы да салымның иегері атанды. 1999 жылы оңтүстік Қазақстан облысы Жетісай ауылының белді палуаны, астындағы тұлпары Айқасқаның көмегімен Айнабек Әбдіхан, жарайсың ардақтағы ағайын. Қараңыздар, осындай палуандарымызбен мақтанайық. Студенттер арасындағы көкпар лигасы осындай палуандарымен мақтансын. Міне, бүгінгі ойынның соңғы минуттары ардақтағы ағайын, есеп 5-0, өздеріңіз көріп отқандай ақ. Мінеке, 2-1-де құрама командасының Нұрбол палуанның бүгінгі көкпарда жолы болмады. Міне, өзі де сезгендей ақ жер тепкілеп жатыр, ілген сайын құлап жатыр палуан. Міне, ардақтағы ағайын, осы сәтті әдемі пайдаланған Дәулет Сариев өзінің қазандығының түбін айналды, астындағы Найман қасқаны қамшыға басты, астындағы серкені оң қолымен ұстап, қазандықтың түбіне қарай ағытып бара жатқан сәті қалай болады екен? Ай, керемет, ардақтағы ағайын, Дәулет Сариев ілсе, тақымға басса, қазандыққа салатын айдан анық қой. Дәулет Сариев 1999 жылы оңтүстік Қазақстан облысы Ордабасы ауданы Бейсен ауылында дүниеге келген палуан, астындағы тұлпарын Найман қасқа. Жарайсың. Ардақтағы ағайын, өздеріңіз көзбен көріп, құлақпен естігендей, 2-1-дей құрама командасының дүбірін, додасын, шайқасын көрдіңіздер. Бұл құрама командада жеңіске жеткен Қазақ спорт және туризм академиясы 6-0 есебімен жеңіске жетті. Бұл құрама команданы жеңіске жетелеген палуандармен таныс болыңыздар. Дәулет Сариев 4-1-дей салымның иегері атанса, оның артынша Айнабек Әбдіхан 2-1-дей салымның иегері атанып, өзінің құрама командасын жеңіске жетеледі. Өкінішке орай Қазақ ұлттық университеті бірде-бір салымға ие бола алмады. Десек те, жастар көкпар лигасының ең алғашқы ойыны болғандықтан көкпаршы палуандарға көп жағдай таңсық. Сондықтан алдағы ойындарда іс қыза түсетініне кәміл сенімдеміз.